Татарстан Республикасындағы Абай облысының мәдени күндері аясында Қазан қаласына жұмыс сапарымен Абай облысының делегациясы келді. Сапар барысында облыс әкімі Нұрлан Уранхаев пен Татарстан Республикасының раисі Рустам Минниханов кездесті. Бұл сапардың мақсаты екі аймақ арасындағы байланысты, әріптестік қарым-қатынасты нығайту, мәдени саласындағы ынтымақтастықты дамыту. Қазақстан мен Татарстанның ынтымақтастығы кең ауқымды мәселелерді және экономикалық, мәдени саланы қамтиды. Әріптестік бастамалар екі жақты қарым-қатынастарды тереңдетуге ықпал етеді. Татарстан Республикасының Қазан Кремлінің көрме залында Абай облысының мәдени күндері аясында Жидебай бөрілі мәдени әдеби мемориалдық музей қорығы ұйымдастырған адамзаттың бәрін сүй бауырым деп атты көрмесінің ашылуы өтті. Қазан қаласында жұмыс сапар аясында облыс әкімі Нұрлан Уранхаев бастаған Абай облысының делегациясы көрменің ашылуына қатысты. Көрмеге Абай Құнанбайұлы, Шәкәрім Құдайбердіұлы, Мұхтар Әуезовке қатысты жәдігерлер қойылған. Бұл Татарстан тұрғындарын қазақтың ой алыптарының өмірі мен қызметіне таныстыратын жеке заттар, кітаптар мен қолжазба материалдар. Көрмеге мұражай қорынан барлығы 80-нен астам жәдігер қойылмақ. Облыстың мектептерінде инклюзивті білім беруді қолдау кабинеттерінің желісі кеңейтілді. Семей қаласының номер 45 және 19 мектептерінде, Бесқарағай ауданы Рысқұл Беков атындағы орта мектеп пен Аягөз ауданы номер 1 мектепте ерекше білім беруді қажет ететін балалар үшін жаңа 4 инклюзивті білім беруді қолдау кабинет ашылды. Облыс бойынша инклюзивті білім беруді қолдау кабинеттерінің саны артты. Кабинеттерде 400-ге жуық бала білім алады. Бұл кабинеттердің негізгі мақсаты ерекше білім беруді қажет ететін балаларға оқу барысында психологиялық және педагогикалық қолдау көрсету. Қазан қаласына жұмыс сапары аясында облыс әкімі Нұрлан Уранхаев бастаған Абай облысының делегациясы инновациялық индустриялық парк Химград технополисінде болды. Бұл заманауи индустриялық парк Қазанның солтүстік батыс бөлігіндегі Волга федеральды тас жолының кіреберісінде орналасқан. 131 гектар аумақты алып жатыр, ал ғимараттар мен құрылыстардың жалпы ауданы 500 мың шаршы метрден асады. Химград шағын көлемді химия, полимерлерді өңдеу, нанотехнологиялар, энергияны үнемдейтін технологиялар, ресурстарды үнемдеу, медициналық әзірлемелер сияқты инновациялық салаларда табысты жұмыс істейтін шағын және орта бизнес кәсіпкерлерімен танымал. Абай облысының энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасының басшысы Жандос Қайырхановтың айтуынша, ағымдағы жылдың 1 қарашасындағы жағдай бойынша тұрғын үй кезегінде 19.584 азамат тіркелген. Оның 13.923 Семей қаласының тұрғындары. Сондай-ақ кезекте тұрғандардың ішінде жетім балалар, халықтың әлеуметтік осал топтары, көп балалы отбасылар, мемлекеттік қызметшілер және жалғыз тұрғын үйі апатты деп танылған азаматтар бар. Былтырғы жылдың осы кезеңде облыс бойынша кезекте тұрғандар жалпы саны 365 адамға өскен, яғни ай сайын орта есеппен 30 адам тұрғын үй кезегінде тіркелген. Жыл басынан бері Абай облысында 480 адам, оның ішінде Семей қаласы бойынша 278 отбасы тұрғын үймен қамтамасыз етілді. Ағымдағы жылдың соңына дейін тағы 200-ге жуық отбасы үшін тұрғын үй бөлу жоспарланған. Сіздермен бірге болған Сымбат Қайратқызы, Семей Таңы YouTube арнасына тіркеліп, маңызды жаңалықтардан хабардар болыңыздар.